Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Pygame кітапханасы. Яғни сіздермен біз осы Pygame программасы туралы түсініктерімізді қалыптастыра. Сабағымыздың мақсаты Pygame кітапханасын қосу. Енді осы сабағымыздың бағалау критерийі Pygame кітапханасын қосады деп алып отырмын. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын өздеріңіз көріп отырғандай мына экраннан не көріп отырсыздар? Яғни осы жерде сіздердің ойларыңыз бойынша мен де оқып отырмын, бұл біз ойын. Яғни сендер күнделікті қазір әсіресе мына каникул кезінде бәрің осы түрлі ойындармен шұғылданып жатқан боларсыздар. Яғни осы ойын, яғни бұл негізгі программа бізге Pygame программасы осы ойын жасауға арналған Python программасының бір модулі болып табылады. Сіздерге талқылауға мынандай сұрақтар бергім келіп отыр. Қандай компьютерлік ойындарды ойнауды жақсы көресің? Бұл ойындардың қандай программа көмегімен жасалғанын білесің бе? Компьютерде өз сценариймен ойын жасағың келе ме? Компьютерде ойын жасау үшін қандай білімдер қажет деп ойлайсың? Яғни сіздерге мен осы сұрақтарды талқылауға ұсынғым келіп отыр. Сіздер осы сұрақтарға жауабын ойлап отырсаңыздар жақсы болар еді. Енді осы Pygame программасын біздің өзіміздің компьютерімізге жүктеу үшін қандай әрекеттерді орындауымыз керек? Біз соны білуіміз керек. Енді программаны орнату үшін біз бәріміз осы уақытқа дейін жұмыс істеп келдік Python программалау тілі. Яғни бұл жаңадан шыққан жаңағы көп деңгейлі программалау тілі болғандықтан, осы жердегі ол Pygame осы Python программалау тілінің бір модулі болып табылады. Оны орнату жолдарын біз қалай орнатады екенбіз? Pygame модулін орнату үшін біріншіден біз өзімізге сол қазір жаңадан Pythonның түрлі нұсқалары бар екен, версиялары, мысалға Python 8-де 3.8 деген соңғы нұсқаларында біз Pygame модулін орнату үшін осы біздегі компьютерде командная строка дейді, яғни командная строка арқылы біз бұны қалай жүктейміз командная строканы? Бұл поиск менюіне кіріп, стандартный, соның ішіндегі командная строка дейді, яғни командная строка немесе іздеу жолында сіздер MCD деп жазсаңыздар да, сол жолды қосуға болады. Яғни осы жерден командный жол қосылғаннан кейін, осы жерде бір осы Python модулін жүктейтін команданы жазалады екенбіз. Бұл жерде pip install Pygame дейтін болсақ, бізде осы Python программалау тіліне бізде Pygame'нің модулі жүріп мына жерде жүктеледі. Мынау бізде осы мысалға көріп отырғандарыңыздай, бізде Pygame'нің мысалға мына жердегі бірден модулі кітапханасы осы жерге орнатылды. Яғни өзгім әрқайсыңыздарыңыз өз компьютерлеріңізде осы әрекетті жасап көре аласыздар. Бұдан да басқа бұл Python программалау тілінің бізде жаңағы басқа да версиялары бар екен. Ескі нұсқалары болатын болса, мысалға біз екінші нұсқасында Pythonның немесе басқа да нұсқаларында біз Pygame'ді бөлек жүктеп алып орнатуымызға болады екен. Яғни бұл Pygame кітапханасын осылай біз мына Python программалау тіліне бірге орнатып шығады екенбіз. Енді Python программалау тілінің кітапханасы жұмыс істеуде жаңағы басқа да Python'да scripts pip install Pygame деген команда арқылы да жүзеге асыруға болады екен. Мені көріп отырғандарыңыздай. Осы команданы теру арқылы да біз Pygame'ді орната алады екенбіз. Одан кейінгі өзі бізде pip деген ең негізгі командаларымыз бар. Бұл Python'да жазылған программалық пакеттерді орнату үшін және басқару үшін пайдаланатын пакеттік басқару жүйесі болып саналады. Яғни бұл pipті да біз бірден Python'да орнатқан кезде, сразу сол кезде сол жерде біз осы pipтің белгісін қойып жүретін болсақ, осы бірден біздің Python терезесінде осы pip пакеті, яғни Pythonның пакеттері бірден орнатылады екен. Енді осы программа енді бізге сіздер ойлап отырған шығарсыздар, бұл не үшін қажет деп. Енді біз бірінші сабағымыз болғандықтан кейін, бұл Python программалау тілінде біз өзіміздің программалауымыздың көптеген кодтарын тереді екенбіз. Программаның
кодын жазған кезде бізде мысалға бірден import page деген Python page кітапханасы іске қосылады. Бұл жерде page init деген жол арқылы біз page-ді таныстырады екенбіз, яғни page жолы таныстырылады екен. Одан кейін screen page display set mode дегеніміз page терезесінің өлшем береді екен. Одан кейінгі біздегі уже бірден осы жерде page терезесімен page командаларымен жұмыс істеу іске асырылады екен. Осы жерде біз page терезесін жауып тастауымызға да болады екен. Ол page quit деген командалар арқылы да орындауға болады екен. Одан кейін енді тағы көріп отырғандарыңыздай балалар, енді осындай программалардың түрлі кодтарын теру арқылы біз түрлі программалардың нәтижесін шығарып жасауымызға болады. Одан кейінгі осы page кітапханасы арқылы біздегі Dray деп айталады, немесе жаңағы графика деп айтсақ болады, немесе сурет салу. Осы page арқылы біз сурет салады екенбіз. Ол сурет салу үшін біз не істейді екенбіз? Сурет салу үшін, мысалға, біз еместерге келесі сабақ үйге тапсырма берейін деп отырмын. Осы сурет салу командаларын өздеріңіз берілген ресурстан тауып, олардың қызметтерін жазып қоюларыңызға жазуға. Енді қараңыздар, бізде page, Dray дегеніміз, яғни бәріміз білеміз, ол сурет салу. Енді circle, rectangle, line дегеніміз, яғни бәрлеріңізге таныс шығар. Circle дегеніміз ол шеңбер, rectangle дегеніміз ол тік бұрыш, line дегеніміз түзу сызықтар. Яғни осы командаларды қолдана отырып, біз түрлі фигуралардың суретін салады екенбіз. Енді бұл қарапайым ғана мысал ретінде сіздерге түсінікті болу үшін алып отырмыз. Бұл жерде мысалға осы программаны компьютерге теріп, оның нәтижесін көру үшін біз білеміз, Python программалау тілінде біз run модуліне кіріп, осы жерде запустить дегеніміз бар, run модульға кіреміз, содан жазған программамыздың нәтижесі шығады. Нәтижеде осы программаның бізде мына page Windows дейді, page-дің осы мына модульдің терезесі шығады. Яғни жаңағы жазған программамның коды мынадай суреттің шығуына әкеліп отыр. Бұл жерде көріп отырсыздар, мен жаңа ненің суретін салдым, яғни шеңбердің суретін, немесе жаңағы төрт бұрыштың, түзу сызықтың суреттері салынып отыр. Ал сіздер осы уақытқа дейін тағы да білесіздер балалар, яғни біз Paint-та сурет салу үшін дайын құралдарды ғана алып, сол құралдар арқылы түстерін бояп сала салушы едік. Ал бұл жерде уже каждый төрт бұрыш салу үшін, мына сызық сызу үшін біз не істедік? Яғни оның әрқайсының координатасын бердік, оның центрін анықтадық, одан кейін немесе мына шеңберде оның радиусын бәрін белгілеп отырдық. Міне балалар, осы бұл біздегі page-ның ең қарапайым жаңағы Dray дейді, яғни сурет салуға арналған модулінің бірі болып табылады екен. Жақсы балалар, енді сіздерге бұдан басқа тағы да жаңағы өзіміз қарастырайық деген осы page-ның модулі немен тапсырма берейін деп отырмыз сіздерге. Яғни алгоритм және page кітапханасының қосылу кодын жазып, сіздер маған осындай тапсырманы жіберулеріңіз қажет. Мен сіздерге бұны чатқа, не болмаса жаңағы күнделік арқылы осы файлды жіберейін деп отырмыз. Сіздер осы файлды қарап отырып, маған бірден page кітапханасының қалай қосылатын кодын жазып, тапсырманы орындап жібересіздер. Бірінші тапсырма, екінші тапсырма. Бізде және де сіздерге мына жерде ақпарат көзін беріп отырмын, ссылканы. Осы ссылка арқылы интернет желісіне кіре отырып, біздегі мына жерде page-ның кітапханасы шығады. Осы page-ның кітапханасында кітапхана туралы ақпаратта біз жаңағы сайттан оқып, page кітапханасының кестесін толтырасыздар. Яғни осы жерде сурет салу үшін Dray, Image, Mouse, Sprite, Surframe, яғни Transform, Rectangle деген командалардың барлығын міндеттерін жазып өткізесіздер. Осы тақырыптарыңыз артында бәріне де дескрипторлары бар. Яғни осы тапсырмаларды сіздер маған белгілі бір уақыт берем, сіздерге сол уақытта қайталап тапсырманы маған жібересіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қандай да сұрақтарыңыз болса, тағы да талқылаймыз.